Торт пен пирогты пісіре алмаймын дейтін қыздардың өзі пісіре алатын осындай өте оңай торт. Таразыны миксерді қажет етпейтін, 1 сағаттың ішінде дайындалып болатын осындай керемет торт. Бізге бар болғаны өлшеп салуға 200 мл бокал қажет болады. Осылай айранымызды жылы күйде, қант, какао, жұмыртқамызды, қопсытқышымызды барлығын салып араластырамыз. Миксер болса миксермен араластырыңыздар, болмаса былайша да бола береді араластыруға. Мен барлығын 200 мл бокалға салып өлшеп алып қойғанмын. 1 бокал ұн салып осылай әдемілеп араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін формамызға, яғни пергаментті қағазымызды төсеп, пирогымызды құямыз. Мендегі форма 20 сантиметрлік қызып тұрған пешке салып жақсылап пісіріп аламыз. Піскенін пирогты шықпай тұрып ортасына зубочистканы тығып көреміз. Яғни зубочистка бізде құрғақ болып шығу керек. Құрғақ болғанда пирогымыз толықтай пісті деген сөз. Пісіп болғаннан кейін сыртқа осылай ап шығып, мен 3 бөлікке бөлдім. Енді осыны кішкене суытуға қоямыз. Суым дегенше кремін дайындаймыз. Бізге кремге қаймақ және де осындай варенка қажет болады. Екеуін біріктіреміз. Осылай креміміз дайын болады. Өте дәмді әрі тәтті крем. Енді алып тортымызға жаға бастаймыз. Егер де торттарыңыздың өте жаңағыдай сулы болғанын қаласаңыздар, кремді жақпай тұрып, корждарға сүт құйып жіберсеңіздер де болады. Оны құймасаңыздар да өте дәмді әрі сулы болып шығады торттарыңыз. 2 бөлігіне крем жақ осылай әдеміледім, және де сыртына 3-ші бөлігін пышақпен турап осылай әдемілеп көрік бердім тортыма. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Пісіріп көріңіздер, ұнап жатса және де пісіріп жатсаңыздар. Комментарияға ойларыңызды бөлісіп, ұнаса лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім Бақытқызы.